Құрметті достар, біз Лихтенштейн еліне келдік. Әлем чемпионатының іріктеу кезеңінің аясында Қазақстан ұлттық құрамасы екінші ойын өткізеді. Бұған дейін Уэльстен 1-0 есе жіберсек, осы жолы бір жылдан кейін, яғни алғашқы жеңісімізге қол жеткіземіз деп үміттенеміз. Қазір санаулы минуттардан кейін футболшылар алаңға шығады. Бүгін көптеген жас ойыншыларға мүмкіндік беріліп отыр. Соның ішінде Дастан Сәтбаев 16 жастағы алғашқы минуттардан алаңға шығады. Жігіттерге сәттілік. Басталды міне алаңға Нұралиев команданың капитаны ретінде бастады. Қазір Қазақстан бірден шабуылға көшті. Ереке, қалай бүгінгі құрамда өзгеріс көп? Бас бапкердің таңдауына қатысты, жалпы алаңға шыққан 11 ойыншыға қатысты не айтасың? Біріншіден ол ротация. Себебі 3 күннен кейін, ауыр жылдан кейін, сборлардан кейін Лихтенштейнге қарсы шығу, ол да бір қаһармандық сияқты. Өте ауыр, сондықтан да Алиев физикалық тұрғыда әртүрлі тесттерді жасап, футболшылардың ерекшеліктерін біліп, осылайша ротация жасады. Георгий Жуков пен Рамазан Оразов екеуі шықты. Негізі біреуінде таза артқы тіреу жартылай тұрғыш деп айта алмаймыз. Менше бәрі де дұрыс, бірақ та неге Абат Айымбетовке мүмкіндік берілмейді, осыны түсінбедім. Дастан Сәтбаев өте жас, оны шығару керек. Екінші тайм, екінші тайм шығару керек. Дастан Сәтбаев екінші таймда шықса, керісінше оған жеңіл болады. Әртүрлі варианттар бар. Егер де бірінші таймда голды көрмесек, басқаша ойнаймыз. Достар, бірінші тайм аяқталды. Қазақстан 2-0 есебімен алға шықты. Бірінші голды Максим Самаратов соқты, екінші голды қорғаушы Александр Маричке мергендік танытты. Максим Самаратов ұлттық құрамада осымен 4-ші мәрте көзге түсіп отыр. Максимді тағы бір голмен құттықтаймыз. Болашақта ұлттық құраманың ең үздік сұрмергені болуы мүмкін. Қуаныштымыз, міне тарихи оқиға орын алып, бүгін Дастан Сәтбаев ұлттық құрама сапында ресми матчта осылай гол соққан ең жас ойыншы атанама деп ойлағанмын. Ол болмады. Көпшілік енді темп төмен, ойын жоқ деп, бірінші таймда да неғып жатыр. Енді ол қарсыласқа байланысты да настрой өзі бөлек болады. Мықты қарсыласқа қарсы бірден алғашқы минуттан ол жоғары темпті өтеді. Ал Лихтенштейн асықпай ойнаған соң біздің жігіттер де асықпай ойнап жүр. Қазақстан футбол федерациясы 10-нан аса журналист әкелді. Бір тарихи жағдай деп бұнтты айтуға болады. Бетбұрыс бар. Басты қарсылас кім болғанда маңызды емес. Ресми матчтағы жеңісіміз бар. Жеңіс құтты болсын. Бек, влогыңа сәттілік тілеймін. Қаралымы миллион болсын. Достар, Алиев бас бапкер екінші таймда барлық заменнің барлығын жасап шығарды. Яғни 5 ойыншы да алмасып алаңға кірді. Тек қана шабуылшы Абат Айымбетов қана бірінші матчта ойнағандардан бүгінгі ойында көзге түспеді. Сондай Серікжан Мұжықов ойнаған жоқ. Қалған футболшылардың барлығы Уэльске және Лихтенштейнге кездесуге де қатысып шықты. Тағы бір айта кетер жайт, қазіргі кезде тобылда ойнап жүрген Атырау мектебінің футбол мектебін түлеген Наурызбек Жалгоров дебют жасады. Осының алдында біз Уэльспен матчта Дастан Сәтбаевтың дебютіне куә болған едік. Бұл жолы Наурызбектің дебютіне куә болып отырмыз. Бірінші кезекте команданың көшбасшысы ретінде Максим Самаратовты айтуға болады. Сондай-ақ қорғаныс шебінде ешқандай қателіктер болған жоқ. Әрине енді ұлттық құрамаға бірінші нөмірмен шабуылда ойнау әлі де қиындау. Көбінесе біз екінші нөмірмен қарымта шабуылда ойнауға үйреніп қалғанбыз. Сондықтан осында Лихтенштейн, Сан-Марино, Фарер аралдары, Андорра сияқты командалар келген кезде сәл кібірдіктейтініміз жасырын емес. Ең бастысы бұл жеңіс біздің көптен күткен жеңісіміз деуге болады. Күшті. Бәрі жоспар бойынша ғой. Все, план выполнили. Болели за Лихтенштейн, Казахстан победил. Все хорошо. Теперь алдағы матчтарда осылай қарсылас Енді көреміз, бұйырса. Главное приехать сначала, а дальше уже посмотрим. Лихтенштейн жанкерлері көрген жоқ қой киіммен? Ой, олар андай тыныш отыр, айқайламай, білмеймін. Неге келгені вообще? Мен жалғыз айқайладым, болды. Алға Лихтенштейн, вперед Лихтенштейн деп. Құтты болсын. Рахмет, бірге болсын.
Шынымен де өте ұзақ күттік. Әлем чемпионатына іріктеу ойындарында Қазақстан құрамасы жеңіске жетпегелі неше 12 жыл болды. 11 жыл 7 ай болды. Сондықтан бүгін міне Лихтенштейн сияқты құраманың УЕФА-да бар болғанына шүкір дейміз. 2-0, мен негізі 3-0 болады деп болжам жасағанмын. Максим Самородов, Дастан Сатпаев және бір қорғаушы гол соғады деп үміттендім. Қорғаушы Марышкин гол соқты, Максим Самородов гол соқты, ал Дастан 77 минутта голсыз қайтты. Дегенмен 16 жасар деген дұрыс қой, жастағы деп те айта алмаймыз ғой. 16 жасар Дастан Сатпаевтың осы бүгін дебюті құтты болсын дейміз. Алға Қазақстан ұлттық құрамасында Дастаннан әлі талай ойындар болады, рекорд жасайды деп сенемін. Сондықтан бүгін тарихи матчты көргенім үшін аса қатты бақыттымын. Люблю букву R, чисто маңдай тер, в рэпе кондитер, туған